Қызылордада 9-шы республикалық әкелер форумы басталды. Тәрбие тал бесіктен тақырыбында өтіп жатқан жиында әкенің рөлі мен жауапкершілігі кеңінен талқылануда. Қазір студиямен тікелей байланысқа әріптесім Азамат Әуесхан шығып тұр. Азамат, форум туралы айта кетсеңіз. Азамат? Рахмет, Мереке. Форумға келелі жиынға келгендер форумның маңызды екенін айтуда. Жалпы спикерлер мен делегаттар түскі үзіліске қарсы шығайын деп тұр. Жалпы бүгінгі форум 4 сессияға бөлінген. Оның алғашқысы ер адамның бейнесін қалыптастырудағы әкенің рөлі, жауапкершілік, батылдық, құрмет тақырыбымен басталды. Одан кейін екінші сессия отбасы және қауіпсіздік, одан кейін саналы ата-ана және соңғысы бұқаралық спорт мықты денсаулық кепілі тақырыбымен болып жатыр. Жалпы еліміздің барлық өңірінен бүгінгі жиынға 200-ден астам делегат келген. Енді жаңа жоғарыда айтып өткендей, бірінші сессия бойынша Қазақстан ардагерлер кеңесінің төрағасы, қауымдастығының төрағасы Бақытбек Смағұл сессия отырысында бірқатар маңызды тақырыптарға тоқталды. Ал Біржан Қасанғалиев баланы тәрбиелеудегі өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісті. Жалпы статистикалық деректерге сүйенсек, елімізде соңғы уақытта жалғыз басты әкелер көбейген дейді. Бұл өте алаңдатарлық жағдай дейді делегаттар. Енді сөзіміз дәлелді болу үшін қазір осы Ақтөбе облысынан келген делегат сөзге тартып көрсек. Қайырлы күн. Аты-жөніңізді айтып өтсеңіз. Обалбаев Еркін Теміржанұлы, Қазақстан Республикасы әкелер қоғамдастығының төрағасы, Ақтөбе облысының әкелер кеңесінің төрағасы болып табыламын. Жаңа айтып өттік қой, енді жалғыз басты әкелер көбейген деп. Жалпы енді осы сөзім дәлел болу үшін нақты бір саны бар ма? Статистика есеп жүргізесіздер ме? Жалпы есеп жүргізіп келе жатырмық. Біз Ақтөбе облысы әкімдігінің жанынан есептік жүргізіп келе жатырмық. Оның ішінде Ақтөбе облысында 5000-ға жуық жалғыз басты әке бар. Қазақстан бойынша 72 мың жалғыз басты әкелер бар. Ол әкелерге үлкен батырлық деп есептеймін. Себебі олар бар болған 179 мың теңге жәрдемақымен өзінің бар уақытын баласына бөліп отқан әкелер. Осындай әкелерді қоғамға таныту біз үшін қажет. Себебі осындай әкелердің ерлігін көрсете отырып, біз ол әкелердің балаға беріп жатқан тәрбиесінің қаншалықты маңыздылығын көрсетеміз. Енді бұл жерде аналардың жауапкершілігі қазіргі таңда сонда төмендеп бара жатыр деп айтамыз ба, қалай болады? Мәселе ол ана әке деп бөлмеу керек. Себебі бала отбасында тәрбиелеген кезде жауапкершілік сезіне білдіретін ұрпақ тәрбиелеу керек біз. Егер де осындай сездіре білетін ұрпақ тәрбиелесек, сонда ғана біз баланың да әкенің де жауапкершілігін арттыруға бағытталамыз. Осы мақсатта бізде республика бойынша әкелер күні бекітілді. Маусым айының 3-ші жексенбісі әкелер күні болып тойланады. Осы жалғыз бір мерекеде емес, 360 күнде де отбасындағы әкенің рөлін ана арқылы тәрбиелету. Себебі менің ұстанымым ана баланы армандатушы, әке оны жүзеге асырушы тұлға ретінде өсіруге бағытталу керекпіз. Жақсы, ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, жалпы бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деген қазақтың дана сөзі бүгінде өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Енді әке деп отқанымыз ол отбасының асыраушысы, әрбір үйдің басшысы және жақсылыққа бастайтын тәрбиешісі екенін ұғындыратын бұл форум түстен кейін пленарлық отырыспен жалғасын табады. Мендегі ақпарат әзірге осы. Студия. Рахмет, Азамат.